Денсаулық адам үшін баға жетпес байлық, ал сол байлықты қалыптастыру ардақты да құрметті дәрігер мамандарының қолынан ғана келеді. Әр адам өз өмірі жолында ақ халатты абзал жандармен кездесіп, олардың ыстық ықыласы мен алақандарын сезініп көрген. Олардың көмегімен тоқтаған жүректер қайта соғып, үзілген үміттер қайта жалғанады. Осындай ардақты жандардың мекені Мақтаарал ауданының Мырзакент аудандық ауруханасы. 2018 жылы іріленген Мақтаарал ауданы екіге бөлініп, аудан орталығы Мырзакент кентіне ауысты. Осыдан бастап Мырзакент аудандық ауруханасында жүктелер міндет еселеп артты. Міне сол жүкті арқалау үшін 2019 жылдың қарашасында Есімханов Берік Нағашбекұлы аудандық ауруханасының бас дәрігері болып тағайындалды. Мансаптың да қызметтің де атақ пен байлықтың да дәрігер үшін құны көк тиын. Дәрігерге ең қажетті адамдардың денсаулығы оның тағдыры. Жаңа қызметке тағайындалған басшы мақталы өңірдің жаңа орталығында медицинаның сапасын арттыруды ғана ойлап, жаңа жұмысқа жан тәнімен кірісіп кетті. Ол ауруханаға қарасты денсаулық сақтау ұйымдарындағы өндірістік шаруашылық және қаржы экономикалық қызметтерді басқарып, ұйым қызметінің саясатын, стратегиясын және оны іске асыру тетіктерін қайта қарап шықты. Медицинаның мемлекеттік және әлемдік стандарттарға сай болу үшін көрсетілген диагностикалық, емдеу және профилактикалық көмектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін күш салды. Білікті кадрлардың өз кәсіптік білімдері мен тәжірибелерін ұтымды пайдаланып, өмір мен денсаулыққа қауіпсіз еңбек жағдайын құрып, ұжымда қолайлы психологиялық ортаны қалыптастыра білді. Медициналық этиканың орындалуын, ішкі еңбек тәртібінің құралдарды, жабдықтарды және тетіктерді, техникалық пайдаланудың талаптарын, еңбек қауіпсіздігі мен қорғалуын, санитарлық эпидемиологиялық ережелер мен нормалардың сақталуын қатаң қамтамасыз етті. 2020 жылы көктемнің алғашқы күндері бүкіл әлемдегі сияқты бұл ауданға да дүрбелең алып келді. Әлемді жайлаған коронавирус індеті шекара таңдамай Мақтаарал ауданының да есігінен кіріп, төрінен бір-ақ шықты. Осы іріңді індетпен алысып жатқан алмағайып күндері көршілес Өзбекстан Республикасы Сырдария облысындағы Сардоба су қоймасының бөгеті бұзылып, жұрт 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні аталып өтілмей жатып іргеден су кіріп, тілсіз жау бейбіт өмір сүріп жатқан халықты дүрліктірді. Құдай қосқан көршілеріміздің су қоймасын салудағы кемшіліктерінің салдары Мақтаарал ауданының 5 ауылын апатты қайғылы жағдайға келіп соқтырды. Нәтижесінде 6127 тұрғын баспанасыз қалып, 24 эвакуациялық пункттерге орналастырылды. Коронавирус алқымынан алып тұрғанда адамдардың абыр-сабыр бір жерге топтасу өте қауіпті жағдай еді. Осы сәтте Берік Нағашбекұлы бастаған Мырзакент аудандық ауруханасының ұжымына үлкен жауапкершілік жүктелді. Эвакуациялық пунктте жатқан адамдар арасында коронавирус індетінің таралуын болдырмау мақсатында барлық тиісті шаралар қолға алынды. Азаматтардың дене қызуы күніне 3 рет өлшеніп, сақтық шаралары қатаң режимде сақталды. Ол үшін тұрғындарға 45 мыңға жуық медициналық бетперде, 225 мың қолғап, 860 литр антисептик, 900 литр дезинфекциялық сұйықтық, 40-тан астам тепловизор және басқа да қорғаныс құралдары үлестірілді. Берік Нағашбекұлы бастаған ұжым күніне 24 сағат бойы медициналық көмекті ұйымдастырып, баспанасыз қалған тұрғындар арасында індетті болдырмау үшін аянбай еңбек етті және бұл жанкешті жұмыстар өз нәтижесін берді. 2020 жылдың соңында облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев Мырзакент кентінде бой көтерген 250 орындық емханаға жұмыс сапарымен келді. Берік Нағашбекұлы пайдалануға берілу мерзімі кешігіп жатқан нысанда тиісті медициналық құрал жабдықтардың толық жеткізілмегенін өңір басшысының алдында мәселе етіп көтерді. Өмірзақ Естайұлы емдеу мекемесін халық игілігіне уақытылы тапсыруды міндеттеп, сала басшыларына нақты тапсырмалар берді. Осының арқасында 2021 жылдың басында Мырзакентте тұңғыш рет 350 ауысымда барлық қажетті заманауи медициналық құрал жабдықтармен жабдықталған жаңа емхана пайдалануға беріліп, халыққа медициналық қызмет көрсету сапасы мүлде жаңа сатыға көтерілді. Берік Нағашбекұлының жетістіктері мұнымен тоқтаған жоқ. Аудандық аурухана, флюорография, ультрадыбыстық аппарат, офтальмоскоп, акушерлік гинекологиялық кресло, глюкометрмен қамтамасыз етілген диагностикалық медициналық жылжымалы автобусқа ие болды. Бұл жылжымалы медициналық кешен әр ауылдық округтерге барып, жергілікті жердің өзінде тұрғындарға сапалы медициналық қызметтер көрсетуде. Сонымен қатар Фердауси мен Мырзакент кентіндегі
дәрігерлік амбулатория және Өргебас ауылындағы фельдшерлік акушерлік пункттері ел игілігіне берілді. Бұл жетістіктердің барлығында Есімханов Берік Нағашбекұлының қолтаңбасы бар. Әрбір қызметтерінің жұмысына әділ баға бере білетін, кез келген мәселеде адал шешім қабылдай алатын, үлкен ұжымды әділдікпен және терең біліммен байсалды басқаратынына көпшіліктің көзін жеткізіп, бар болғаны 2 жылдың ішінде Мырзакент аудандық ауруханасының тек жақсы атын шығарған Берік Нағашбекұлын ұжымдастары нағыз көшбасшы деп таниды. Қазіргі пандемия жағдайындағы ерлік пен өрлікке толы күндерде халық үшін тер төгіп, жәрдем беруді азаматтық парызым деп білетін Есімханов Берік Нағашбекұлына Мырзакент аудандық ауруханасы ұжымының алғысы шексіз екенін ескере отырып, отбасына амандық, еңбегіне толағай табыстар тілейміз.